Баршаңызға сәлем, құрметті достар. 8-ші сыныптың химиясы 4-ші тоқсан 1-ші БЖБ жұмысының шығару жолын сіздерге көрсететін боламын. Олай болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, сіздерге жаңадан түсірілген видеолар шығып отыратын болады. Менің каналымда үй тапсырмасын шығару жолдары, БЖБ, ТЖБ жұмыстарының жауаптарын салып отыратын боламын. Бірінші сұрағымызға келетін болсақ, оксидтерді жіктеп, химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін жазыңыз. Бізде бірінші бағанда оксидтердің формулалары көрсетілген, ал екінші бағанда оксидтердің түрлері. Біз оларды бір-бірімен сәйкестендіруіміз керек. Негізгі оксидтерге бірінші, алтыншы тұрған оксидтер, яғни натрий оксиді мен кальций оксиді жатады. Ал қышқылдық оксидтерге екінші, үшінші, төртінші тұрған оксидтер, яғни күкірт оксиді, фосфор оксиді және хром оксиді жатады. Естеріңізге сала кетейін, қышқылдық оксид болу үшін оттектің жанында тұрған элемент бейметалл болуы керек. Және амфотерлі оксидке бұл жерде алюминий оксидін 5-ші тұрған оксидті жатқызамыз. Келесі екінші сұрағымыз берілген оксидтердің натрий оксиді, фосфор оксиді, алюминий оксиді химиялық қасиетін сипаттайтын реакция теңдеулерін сумен, сұйылтылған тұз қышқылымен, натрий гидроксид ерітіндісімен жазыңыз дейді. Бірінші реакция натрий гидроксидіне су қосатын болсақ, натрий оксидіне су қосатын болсақ, натрий гидроксиді алынады. Ал енді осы натрий оксидіне тұз қышқылын қосатын болсақ, натрий хлориді алынады. Ал бұл жерде натрий оксиді мен натрий гидроксидінің арасында реакция жүрмейді. Сондықтан да біз оны жазған жоқпыз. Келесі, фосфор оксидіне су қосатын болсақ, фосфор қышқылы алынады. Фосфор оксидіне тұз қышқылымен әрекеттеспейді. Фосфор оксидіне натрий OH қосатын болсақ, натрий фосфаты алынады. Келесі алюминий оксиді. Алюминий оксиді ол сумен әрекеттеспейді. Сондықтан да реакцияны жазбаймыз. Алюминий оксидіне H-хлорид қосатын болсақ, алюминий хлориді алынады. Ал алюминий оксидіне натрий OH қосатын болсақ, натрий алюминий O2 деген қосылыс алынады. Міне, достар, оқушылар, осы жерден шығатын қорытынды, негіздік оксид, олар негіздермен реакцияға түсе алмайды. Осыны міндетті түрде есімізде сақтап қалайық. Өздеріңізге де прям жазып алыңыздар. Негіздік оксид пен негіздердің арасында реакция болмайды. Сол себептен біз жазған жоқпыз. Натрий 2O плюс натрий OH деп реакцияны жазған жоқпыз. Дәл сол секілді қышқылдық оксидтер мен қышқылдардың арасында да реакция жүрмейді. Олай болса кеттік, келесі үшінші тапсырма. Сөйлемді толықтырыңыз. Қышқылдардың құрамындағы сутек атом санына байланысты 1 негізді және 2 негізді, 3 негізді деп, ал оттектің болу-болмауына байланысты оттекті және оттексіз деп жіктейді. Мына металдардың мырыш, мыс, күміс қайсысы күкірт қышқылы ерітіндісімен әрекеттеседі? Мүмкін болатын реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Бұл жерде реакция мырышпен ғана жүргізіледі. Мырышқа күкірт қышқылын қосатын болсақ, мырыш сульфаты мен сутегі бөлініп шығады. Себебі, мыс пен күміс екеуі күкірт қышқылымен әрекеттесе алмайды. Себебі, мына күкірт қышқылының құрамындағы сутекті ығыстырып шығатын қабілеттері жоқ. Келесі 4-ші тапсырма, суда еритін негіздерді бөліп көрсетіңіз дейді. Бұл жерде суда еритін негіздер натрий OH пен барий OH2. Реакция теңдеуін аяқтап түзілген тұз атаңыз дейді. Алюминий гидроксидіне H-хлорид қосатын болсақ, алюминий хлорүш тұзы алынады. Ол бізде алюминий хлориді деп аталады. Реакцияны теңестіруді ұмытпаңыздар. 5-ші тапсырма, оқушы сабақта төмендегідей тәжірибелер жасады. Мыс ұнтағын қыздырып, қара түсті мыс оксидін алды. Бұл бірінші реакция болып жатыр. Осы қара түсті ұнтаққа күкірт қышқылын құйып қыздырғанда көк түсті мыс сульфатының ерітіндісіне айналды. Бұл ерітіндіге калий гидроксидін қыздырып
қара түсті калий гидроксидінің ерітіндісін құйғанда көк түсті мыс гидроксидінің тұнбасы түзілді. Осы түзілген тұнбаны қыздырып, қара түсті мыс оксидін алды. Оқушының іс-әрекетінде аталған заттардың химиялық формулаларын қолданып өзгерістерді жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазып теңестіріңіз дейді. Бірінші реакция мысты қыздырып, оттегі қатысында қыздырып, мыс оксидін алып алдық. Арман қарай осы мыс оксидіне күкірт қышқылымен әрекеттестіріп, мыс сульфатын алдық. Алынған мыс сульфатына калий OH ерітіндісін қосқан кезімізде көк түсті мыс гидроксиді тұнбасы алынды. Мыс гидроксид тұнбасын ажыратқанымызда қара түсті мыс оксиді мен су алынды.